Дүйсекем, мына арақ шарапты кімге алып жатырмыз, мен түсінбей тұрмын. Ағылшындар, ағылшындар қонаққа келе жатыр бізге. Қандай ағылшындар ол? Ой, біздің совхозға ағылшындар қонаққа келе жатыр. Әлі білмейсің ба? Жоқ. Анау Алматыға баратқан қонақтар да олар негізінде де. Біздің совхоздың директоры, ойбай, шетелден келген қонақтарды күтіп алмасақ, біздің ағайыншылығымыз қайда, қазақшылығымыз қайда деп өзінен өзі астына ат мінгізіп үстіне шапан жаппақшы. Жыртыла береді десеңші? Жыртыла береді, өзі ешкім күттеген де жоқ оған. Мен сол табақ бет кезінде сіз директор болып тұрғанда қолыңызда істеген екен ғой сол? Осы әпілақ бар ғой. Мен совхоздың директоры болған кезде менің қол астымда комсорг болып жұмыс істеген. Тырқырап тұрып жұмсайтынмын. Ұрмамаңыз, ұрре, қайдан білемін, директор болып кететін. Ақыры иттің баласы бар ғой, ақшасы көп екен. Ақшаны былай да ұрды, былай да ұрды, былай да ұрды. Ақыры директор болып кетті. Ақшаң көп па? Бұдан былай жинаймын мен. Ақша жинай бер, мен де сен де директор боламын бір совхозға. Рахмет көке, рахмет. Бұл үйін барып көрдің бе, бар ғой? Жоқ. Үйін көрсең бе, қаның сарайдай. Үйіне кірсең бар ғой? Бір тайыншадай бір английский док деген осындай иті бар. Қой. Сол иті Құдайдың құтты күні 5 килограмм ет жейді екен. Мәссаған, 5 кило етті мен 5 ай жеймін ғой, не алайын? Бала шағамен қосып. Ол етті бар ғой, шикідей өмір жемейді.